Сәлем достар, Кукабека каналына қош келдіңіздер. Достар, біздің арнамызда жаңа рубрика Кукабекамен бірге дайында. Енді алдағы уақытта алғаш рет жасайын деп жатқан тәттілерді, тағамдарды сіздермен бірге жасап дайындап көретін боламын. Бүгін мен пахлава тәттісін дайындайын деп жатырмын. Инстаграмнан бір рецепт көрдім. Сол рецепт бойынша қазір сіздермен бірге пахлава тәттісін дайындап көреміз. Қалай шығады екен, дәмі қалай болады екен, соны бірге көрейік. Келдік достар. Пахлаваның алдымен қамырын дайындап алдым. Ол ішінде 300 грамм ұнға, 2 штук жұмыртқа, жарты кружка су, шым-шым кішкене ас содасы, үлкен ас қасық шемішке майды құйдым да жақсылап иілеп песочный қамыр жасап алдым. Бір жағынан ойлап қоям, қамыр илеп отырып, қалай шығады екен, қамырым қазір песочный болып шығам екен, піскен кезде қатты болып қалмай екен деп ойлап қоям. Енді мен бірінші рет істеп жатырмын ғой. Алғаш бастаған кезде қатты ойланасың да, қалай шығады екен, күшті бола ма екен деп. Ладно, қазір соңында піскен кезде көрерміз қалай шығатынын. Ал достар, сіздер қалай ойлайсыздар? Менің пахлавам өте дәмді болып, песочный болып шығады ма? Дәл осы жерде комментарийға жазып қалдырып кетіңіздер. Одан кейін барып, жаңғақтарымды миксерге салып, миксердің аузын мықтап жауып, дәндерім жан-жаққа ұшып кетпесін деп, миксерімді қосып, жақсылап үгітіп алдым. Одан кейін үгітілген жаңғақтарды ыдысқа салып, үстіне шекер құйып араластырдым. Оның үстіне тағы да бір жұмыртқаны салып, барлығын бірге араластырдым. Негізі рецептте начинкасының түрі крем сияқты болу керек деп жазылған. Мен дәл солай барлығын араластырып, көріп тұрғандарыңыздай түрі крем сияқты болды. Одан кейін қамырымды теңдей 3 бөлікке бөліп алдым. Бір бөлігін алып қалып, қалған 2 бөлігін ыдысқа салып қоя тұрдым. Алып қалған бөлігімді жақсылап жұқа етіп жайып аламын. Бұған ешқандай да ұнны себудің қажеті жоқ, өйткені құрамында шемішке май бар. Бұл оқтауға, дастарханға, жайылып жатқан жеріңізге жабыспайды. Осылай етіп жақсылап жұқалап жайып алғаннан кейін барып, майланған табама салып алдым. Одан кейін үстіне дайындалған начинкамды толықтай 2 бөлікке бөліп, бетіне теңдей бөлікте жайдым, жағып алдым. Одан кейін оны қоя тұрып, екінші бөлікті алып, оны да жақсылап ешқандай ұн сеппей, өзін жұқа етіп жайып алдым. Жұқа болып жайылған қамырымды жаңағы жайылған бірінші бөліктің үстіне жайғастырдым. Оның да үстіне қалған начинканы барлығын теңдей бөлікте жағып шықтым бетіне. Одан кейін қалған 3-ші бөлікті жақсылап оны да жұқа етіп жайып алып, жаңа қойылған 2 начинканың үстіне жақсылап қойдым. Одан кейін жиектерін жиектедім. Бірақ мен негізі онша жиектей білмеймін. Бірақ нормально шыққан сияқты достар. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарийға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Барлық жиектерін жиектеп болғаннан кейін барып,
пышақпен осылай үстерін әр бөлікке бөлдім. Қамырым өте эластичный, песочный болып шыққан екен. Мына жерде пышағым жабысып жатыр шамалы. Қасымда Асланчик маған көмектесіп жүр, әңгіме айтып. Одан кейін барып пахлаваның үстіне жаңғақтарды қойып әсемдедім. Әр бөлікке бір жаңғақтан қойдым. Одан кейін барып пешімді 200 градуста қыздырып тұрған пешке пахлаваны 15 минутқа салып алдым. Одан кейін 15 минуттан кейін алып, пахлавам піскен кезде үстіне қант пен судан жасалған сиропымды толықтай барлық жерлеріне құйдым. Осы кездің өзінде достар, күшті, ароматный иіс шығып жатыр ғой, тәтті. Барлық жеріне сиропымды құйып болғаннан кейін қайтадан қызып тұрған пешке 5 минутқа салып алдым. 5 минуттың ішінде сироп барлық бөліктеріне толықтай сіңіп пісіп шығады. Менің пахлавам 20 минутта толықтай пісіп шықты. Одан кейін барып мынадай бөліктерге бөліп, қазір қалай шыққан екенін, қамыры қалай болып піскен екенін, дәмінің қалай болғанын қазір бірге көретін боламыз сіздермен бірге. Өте ыстық. Өздеріңіздер жаңа көрдіңіздер, пештен шыққан ып-ыстық болып тұр. Достар, видео ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Қазір дәмін көрейік. Пахлавамыз қалай шықты екен. Ал жеп көрейік. Дәмі өте керемет. Арасы сочный болып шықты. Қамыры да песочный болыпты. Достар, маған ұнады. Міндетті түрде лайк басып біздің арнамызға жазылып пікір қалдырыңыздар. Сіздер де дайындап көріңіздер.